Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі сабағы 66-шы сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз заттың атын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. Доп та керек, дос та керек. Күні бойы доп тебем, доп тепкенде дөп тебем. Жүгіремін қуалап, жеке ойнауды жек көрем. Жақсы екен доп деген, тебе білсең еппенен. Осы көпшіл добыммен достар таптым көптеген. Ғалымбек Жұматов: доп ойнауды ұнатасың ба? Доппен тағы қандай ойын ойнайсың? Өлеңнен кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді тап дейді. Балалар, осы сұрақтарға жауап береміз. Екінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар доп ойнады. Ержан қақпашы болды. Бүгін ойын қызықты өтті. Кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздердің астын сыз дейді. Кім? Балалар. Кімдер? Балалар. Не ойнады? Доп ойнады. Ержан. Кім? Ержан. Не? Ойын. Үшінші жаттығу: суреттер бойынша мәтін құра. Бірінші суретке қарайық. Айжан таңертең тұрып жаттығу жасады. Ержан мен Қанат гер тасын көтерді. Сымбат секіргішпен секіріп ойнады. Бұлардың барлығы жаттығу жасап жатыр, балалар. Жақсы балалар, сау болыңдар, каналға тіркеліп алыңдар.